Сәлем достар, бүгін өте дәмді, жұп-жұмсақ, ірімшік қосылған булочки пісіреміз. Алдымен 200 грамм жылы сүтке 1 шай қасық қант, 1 шай қасық дрожжы қосып, араластырып 15 минутқа қоямыз. Көтерілген дрожжыға 2 жұмыртқа, үй температурасындағы 80 грамм ерітілген сары май қосып, араластырамыз. Енді 500 грамм ұнды 2-3 рет бөліп қосып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. 2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Уақыт өткен соң бөлшектерге бөліп аламыз. Әр күлшені жайып, ортасына ұзынша етіп кесілген сыр саламыз. Видеода көрсетілгендей. Булочкаларымызды ораймыз. Енді булочкамызды жұмыртқаға малып, кейін күнжітке батырып аламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Булочкамыз дайын. Өте дәмді, үлпілдек, балаларға ерекше ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды ұмытпаймын.